Ассалаумағалейкум достар. Түсіріп жатырмын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болса ағайындай. Енді айтайын дегенім қазір. Достар, шамал қайнасын. Айтайын дегенім, мына хейтерлар дейді ғой, енді бұны көп түсінбейді. Мына Facebook парақшасы салам, YouTube парақшасын салам. Кеше шығарып қойғам. Енді бұларды қайтып бұғаттап тұсайын 10 адамды хотя бы. Неге десең, балалардағы менің әке-шешемді боқтаған азаматтар бар ғой, бір Азамат, Жаслан, сосын тағы анықталып отырмын. Муерти деген көп түсінбейсіздер. Бірақ солар бұғаттап тұсайын жатырмын. Осы ас солардың құрметтеріне. Хейтерлер өлді деп бұғаттап шығарып едім кеше. Бүгін тағы боқтап балағаттап отыр. Не деген білесіздер ма? Өте қатты бұғауызда. Оны бағанағыдай ойнап отқан азаматтар түсінбейді. Олар айтады, жүре берсін, бүйте берсін дейді. Подаркіге қызығады да. Ана жағдай жоқтар бар ғой, мысалы. Сол подаркіге мәз болып қалады. Мәз болмаңыздар, подаркіге ағайындар, сыйлық келіп жатыр. Бірақ ол хитрларсыз да ойын болады да. Ойын дегеніміз не? Достар, мына қараңыздар. Мен анам емес, өзім істедім да, мысалы да. Енді қараңыз, осы аналарымыз құрметіне, ата-ана аман болсын. Бұл ағайындар өте қатты бұғауыз айтып отқандар да. Соның құрметтеріне мына бас асылып жатыр. Енді қараңыздар, міне сағат. Міне, сол үшін шақырып жатырмын сіздерге. Міне, қараңыздар. 9:30-да салдым. Өтірік айтамын, 7:20-да салдым. Қараңыздар. 8:20, 9:20, 10:20. Көрдіңіздер ма? 7:20, 8:20, 8:20, 9:20, 10:20 міне. Түсірдім міне. Міне, штаб қазір түсірдім, ұстатпайды міне. Міне, бұл шығып жатыр. Тағы көрсетейін, сенбейсіз. Бұл шығып жатыр. Енді бағанағыдай тіс қағу, міс қағу деген жоқ бізде. Мен әкем Есенқұлбеш айттым ғой, біз бөлінбейміз. Бөлінбесек те ағайындар, міне, түсіндіруге тей. Хейтерлар көп қой. Барынша маған атсалысуға тырысыңыздар. Бірінші мыналарды боқтатығамыз. Міне, Айкоша тұра берсін, оны шығарып қойдым. Міне, боқтағандар мен. Индира керек емес, Өтеніп, Тайым, Өсер, Ромға керек емес, Ақнұр, анамды боқтат. Мына, да анамды боқтат, бір 2-3-4-5 деген. Өліп қалсын деді анам мысалы. Көп деген ондайлар ағайындар. Міне, Намат деген соның ішінде. Намат, Азамат Абиев міне. Осылар. Осы 10 жауам енді бұйырса. Осы ас, соның құрметіне шықпай-ақ қойыңдар, келмей-ақ қойыңдар. Мен сампы боламын, анау боламын, мынау боламын емес. Маған күнделікті 4,000-5,000 теңге ұтып отырсам күніне жарайды. Мына кесеміз басын. Бізде сондай бір не бар. Обычай бар. Шақырым қайда? Кесілген. Болды, все. Сіз қақпайсың ба, мұсылман емессіз ба деген азаматтар, ағайындар, көкелерім, көп тыпырламай, көп етпей-ақ қойыңдар. А то мен сендердің мына қайтерлерім айтам. Қайтерлер деген кім дедіңіздер? Тағы бол піскенше, мен бір аяқ шай бола қойын. Шай құймай-ақ қойын, осыны аят бола қойын. Так, болды достар. Елім заман жүзіміз тыныш болсын. Заманымыз ашық болсын. Просто мына мен рекке шығады, мына видеоны білем. Рекке шыққанда бағана менің достарым бар ғой, мен достарым, замандастарым, әскерлес достарым. Чорт болған ештеңем жоқ қой былай қарағанда. Әскерде 2 жыл. Сол балам достары, жандарым, мына Есенқұлбештер, бәрі осымен кетсін. Осы специально осы мал сойылғанда. Сирақтар анда қалды просто. Ағайындар, осы сонысымен кетсін деп хейтерларға көп көңіл бөлмеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Да? Ал, болды. Қайнап отқан ба? Қайнап жатыр қазір. Тұз салдық. Приправа салдық. Болды, ал амантта болайық. Рахмет, сау болыңыздар. Міне, холодец жасаймын осындай. Мен аналайды ал. Холодец жасаймын. Мына хейтерлер тағы айттым ғой да. Намат, Мамат, Азамат Абиев, Жаслан деген. Жаслан деген міне. Жаслан дегенді көрсете қойын. Мені боқтап, құрсы
анаған да подарка береді, мынаған да подарка береді. Фейсбукқа шығарып қойдым достар мен оны сіздер ойламай ақ қойыңыздар. Анау ма деп бағанағыдай көп ойындамай ақ қойыңыздар бағанағыдай. Оларды мен фейсбукқа шығардым. Фейсбукқа шығарған себебім міне достар. Осы азамат. Бәлен аккаунты бар просто да. Аслан 1986 шығады. Блокқа салып тастадым ғой, просто шықпайды да. Все, маған тіркелеміз. Коля Алексеевич 4 деген ағайындар. Екіншісі енді Алексейге лайк басып қой. Ол енді бұйырса бұғатта кетеді, мынау бұйырса. Мына аккаунт қой.